Оқушылар, ерітінділер бойынша есеп шығарайық. Бізге берілгені 400 грамм суда осындай көлемде аммиак ерітілді, яғни ол бізде қалыпты жағдайда пайда болған ерітіндідегі аммиактың масса үлесін есептейміз дейді. Берілгені 400 грамм суда, су масса H2O 400 грамм, 44,6 литр аммиак ерітілді. Көлемізге берілген аммиактың формуласы NH3 44,8 литр қалыпты жағдайда. Осы екі ерітінді бір-біріне қосқан пайда болған ерітіндідегі аммиактың массалық үлесін есептейміз. Табу керек. Массалық үлес ол бізде омега W NH3 сұрақ. Яғни енді оның формуласы қалай? Яғни жалпы ерітінділердің формуласы қалай? Омега, яғни ол кімдікі? Еріген заттікі, иә? Ол дегеніміз масса еріген зат бөлінген масса ерітінді көбейтілген 100%. Осындай формула бар, иә? Ал мына масса ерітінді деген өзі ол масса еріген зат пен масса судың қосындысы. Яғни біз қазір мына сумен еріткіш сумен еріген затты бір-біріне қосқан кезде біз қазір масса ерітінді аламыз. Бірінші бастайық. Бірінші масса ерітіндіні алайық. Масса бізге ерітінді керек. Өйткені бізге айтып тұр, пайда болған ерітіндідегі пайда болған мөлшер масса ерітінді. Қайтын жазайын. Масса су қосылған масса еріген зат. Ол дегеніміз масса су бізде 400 грамм, қосылған бізде масса еріген зат ол бізде мына тұрған аммиак болу керек. Бірақ та бізде оның масса жоқ, бізде несі бар? Көлемі бар. Ендеше осы берілген көлемді біз қайтеміз енді массаға ауыстырамыз. Ары қарай кеттік. Екінші, онда бізге зат мөлшері аммиак тауып аламыз. Бұл жерде ешқандай химиялық теңдеу керек емес. Зат мөлшері аммиак көлемге қатысты болатын болса, көлем бөлінген көлем қалыпты жағдай. Біздің аммиактың көлемі 44,8 литр. ВКЖ көлем қалыпты жағдай 1 мольда 22,4 литр. Бөлсек бізде 2 моль шығады. Осы енді зат мөлшерін білеміз. Аммиактың енді бізге масса керек. Масса NH3 аммиакты табу үшін біз жаңа молярлық масса мен зат мөлшерін көбейтеміз. Зат мөлшері бізде 2 моль. Ал молярлық масса NH3-тікі азот бізде 14, сутегі бізде 3 атом 3, бізде 17 грамм моль болады. Моль қысқарады, бізде шығады 34 грамм. Онда мыналарға мен қоямын 34 грамм. Еріген затымыз біздің 34 грамм тең болады бізде 434 грамм. Мына формулаға саламын. Мына тұрған формуладан енді шығара саламыз. Омега NH3 еріген заттың масса үлесі. Масса еріген зат бізде жаңа 34 болды. 34. Масса ерітіндіміз жаңағы қосқандағы 434. Су мен аммиактың қосындысы 434 көбейтілген 100%. Осыны көбейтіп қосқан кезде бізде 7,18% мына тұрған жауабымен шығады. Есеп түсінікті деп ойлаймын.